Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Стройкаға евро істейтін бригада керек болып жатса, жұмыстарын мен таныстырайын деп кіріп жатырмын. Мына жер отопление соңынан көрсетемін. Қазір өзім жүргізіп жатырмын, котелін іліп қойдым. Мына жерлер теплый пол болады. Кірпішін өздері өрді, фундаментін өздері қиды. Мінекей отопление, подача, обратка трубалары. Мына жер кухня. Мына жер ванна бөлме. Трубалары менен полный. Екінші этаждың. Канализациясы, подача, обраткасы, отоплениесі. Қазір мына бөлмеге гипсокартон, потолокқа гипсокартон дайын деп, оны направляющийін жүргізіп қойшы егіндегі. Шилка керіп. Ататындар қайды екен. Мынадай нөлін атады. Кірпішін өрген өздері. Бір бригадаға берсең жақсы да. Мынадай дүп түзу өреді. Өздері слайд, өздері ротпон тартады. Сол үшін әркім бір істесе қисық қалдырып кетуі мүмкін екен. Қабырғаның түзулігі. Көрсетіп жатырмын. Тек-тегіс қабырға. Гипсокартондарына келіп қойған. Екінші этаж жұмыстарын бітіріп қойған. Қазір көрсетейін. Екінші этажда. Екінші этаж жаңағыдай потолок істеген. Гипсокартоннан липкасын тартып қойған. Отопление. Подача, обратка, радиатор тұратын жер. Стройка совете лайфхак каналына былтырдан бері видео салынбай кетті. Сол ұсталар телефон нөмірін өзгерткен жоқ. Былтыр салынған универсальный мастер деген видео бар. Сол жігіттердің істеп атқаны. Лепкасын тартып қойған. Потолок тоқты да өздері жүргізеді. Бөлетін жерлер болса бөліп тастайды. Гипсокартонмен. Мына жердің потологы. Мына жер тағы спальный бөлме. Мына жер холл екінші этаждың. Мына жер ванна бөлме. Мінекей. Осылай жерде отопление трубасы, подача, обраткасы. Екінші этаж. Мына жерден умальник болар. Мына жер унитаз қойылар. Мына жерге тағы умальник, ана жаққа ванна тұрады. Шатасып кетіп жатырмыз ғой. Екінші этаж бен бірінші этаждың ортасы монолит емес, хозяиндар мындай ағашпен бөліп берді. Сол полдап тастаған десіпмен. Неге? Полда теп-тегіс екен. Мына жерге бір радиатор қойдым. Бұл жер радиатор қойылу керек. Терезе терлемеу үшін. Терезенің алдына кептеп тұру үшін. Ыстыл суықтан кірген. Терлеп кетуін қазір мына жерде. Екінші этаж, бірінші этаж направляющий профильдері жүргізіп атқан. Мына жердің бәрі теплый пол болады. Зал, бірінші этаж полный теплый пол болады. Мына жерде де теплый пол. Мына жерде де теплый пол. Мына жаққа лестницаның астына көрінбейтін жерге коллектор қойып қойды. Теплый полдың біреуі котелдің қасында болады. Мына жақта бір спальный. Креберс, бұл да теплый пол болады. Креберс, кухня. Котел жаққа коллектор бекітіледі. Сол жаққа кетеді. Қазір сол жағында көрсетіп жіберемін. Мінекей. Котел қойдым. 400 квадраттық. Подаш, обратка. Мына жерден мұздай су келеді. Сырттан счетчик тұр. Счетчик салынды. Екі жағына крайнигімен. Горячая вода, холодная вода. Теплый полдың подашысы, обраткасы. Бірінші этаждың подашысы, екінші этаждың обраткасы. Обраткасы бірінші этаж, екінші слайсына жазып қойып. Қызыл кіріп жүретін бригада керек болса да
хабарлассаңыздар болады. Қазір Кемертауғанда бір үйді бітірейін деп қалды. Шипырына келді деймін. Ол барып видео түсірем ғой деп едім. Соңыра түсіре жатармын. Жұмыстарының нәтижесін көріп. Былтыр үй салған жігіт қой, өзінің үйін салды. 5 этаж, 8 этаж дом өріп жүрген. Облицовщик кірпіштен. Керек десеңіздер хабарлассаңыздар болады. Телефон нөмір айтайын, өзімдікін. 778-283-07-03. Мына жерге су мұздай су келеді, далаға шығады. Сосын мына жерге коллектор түседі, теплый пол 1, 2, 3. Қазір Кемертауғанда бір үйді қызыл кірпіштен өріп бітіріп жатыр. Крышасына келді деймін осы. Барып, оны да көрсететін болам. Мінекей, мына жерге бір коллектор түседі, 4 подаш, 4 обратка. Ар жақта лестницаның астындағы коллектор не деп сұрасаңыздар, ол екі ортаның алыс болғаннан кейін жылуды мынау неге апарып тұрып таратамыз. Жақындатып барып жылуды ар жақтағы 4 бөлмеге таратамыз. Кіреберіс мынау ар жаққа кетеді. Ана төр жаққа 32 трубамен жақындатып жылуды сөйтіп барып таратамыз. Болмаса мына жерден расход жылу болып кетеді. Мына жерден өтеді ғой енді, егер ар жаққа қоймасақ. Расход жылу бір болады, екінші расход шлангы болады. Үшінші мына жер қатты қызып кеткен жағдайда азайта алмай қаламыз. Ана жақта болса азайтамыз, ар жағы өзінше үргіліп келтіре береміз лестницаның астында коллектордан. Мінекей. Қабырғалар осындай, потолок гипсокартон болады. Жабылған бәрі. Кіреберіске де бір радиатор қойдық, мына жердің ауасын кеп тұру үшін. Теплый пол жылытып тұрады. Бұл жігіттер қандай немен жұмыс істейді екен? Көрейік. Абат деген липкас. Шпаклепка дейді. Мынау не болды екен? Бұл да штукатурка, ротмонт қой. Орк дейді. Орк деп жазылып тұр ма? Алдында тек Алинекспен жұмыс істейтін бригаданың да телефон номері бар. Тек Алинекс жағады. Басқаларын пайдаланбайды. Мына жерде обойдың астында тұрғаннан кейін бәрі бір енді негізі. Алинекс болсын, Абат болсын, нормальный качестводағы нелер. Липкастар бұлар. Труба астында қалады. Стержкінің астында. Бұны қабырғаға бекітіп қойсаң, көрсетіп. Қызған кезде бүйтіп ойнап кетеді. Суылған кезде қайтып орнына келеді, қайтадан қиыс-қиыс қылады қызған кезде. Қыстың күндері котел жоғары градус қойған кезде билеп кетеді. Труба сыртында көрініп тұратын болса. Қанша ұстатсаң да. Мінекей осындай. Болғаннан кейін тағы бір результаттарын сала жатармын. Қабырғаның түзелігін бір атып жіберейік. Өргендерін кірпішті. Мінекей тоқ, потолок, фундамент, қабырға өру, үстін жабу. Фундамент қиямын десеңіздер, фундамент қиятын бригадаларда, тек фундамент қиятын бригадада бар. Олар жұмыс бастап кетті қазір. Осы Алматы қаласы, Алматы облысы бойынша монолит те қияды олар, полный инструменттері, опалубкілері бәрі бар. Слон жалдап бересіз, алыс болатса, жақын жер болатса, сол миксерменен КамАЗды айналдырып жүріп қия береді. Осындай стройка үй салсам деп жүрген кісілер болса, видеоны аяғына дейін көріп, лайк басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.